Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай керемет, әрі дәмді, әрі арасы жұмсақ болып шығатын кекс дайындаймыз. Осындай бір дайындағанда шығатын керемет әрі оңай рецепттер менің каналымда. Каналыма өтіп, видеоларды қарап, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Керек заттың барлығын осылай дайындап аламыз. Қанша мөлшерде керек екен описание бөліміне жазып қалдырдым. Осы кезде пешімізді 180 градусқа қосып қоямыз, және қызып тұра берсін. Кексімізді жасауды бастадық. Ең алдымен осылай 3 жұмыртқамызды, құмшекерімізді ыдысымызға салып, шамамен 3 минуттай миксерлейміз. Міне осылай болғанға дейін миксерлейміз, және сүтімізді құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Холодильникте болса жылытып құямыз. Жылы болмаса көтерілмей қалады. Енді сұйық майымызды құямыз. Бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Мен алдын ала онда електен өткізіп, ішіне қопсасқышты салып қойдым. Барлық онды бірден сала берсек болады, ештеңе етпейді. Шашырамас үшін алдын ала осылай миксерін бірінші өзіміз қолмен араластырамыз, содан кейін барып миксерлейміз. Сонда ұнымыз жан-жағына қатты шашырамайтын болады. Осындай бір келкі болып шығады. Алдын ала дайындалған жаңғағымды және жуылған мейізімді салып, осылай лопатканың көмегімен араластырамыз. Барлығы бір келкі болды. Осындай кекске арналған ыдысымды алдын ала майлап қойдым сұйық маймен. Соның үстіне осылай құямыз. Қыздырып қойған пешімізге 180 градусқа 40-45 минут, яғни толықтай піскеніне дейін қоямыз. Мінекей біздің кексіміз әдемі болып пісіп шықты. Сіздерге анық болсын деп мен кесіп те қойдым. Мейіз бен жаңғақта бір келкі болып араласқан. Үстіне қант ұнтағын сеуіп қойдым. Сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Мінекей арасы өте дәмді әрі керемет. Істеп көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз.